Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Симон. Бүгін біз Бруккенде семья ойынының ойнайтын боламыз. Өте қызық болайын деп тұр. Давайте до конца көріп, лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Ал тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Ал біз историяға көшейік. Братишкалар, не істеп тұрсыңдар? Келіңдер, таяқ жейсіңдер ма? Тегін бесплатно таяқ жеу. Ал келіңдер, мә саған, братишка, мә саған. Ойна құламай атқан несі, братишка болсай, құлатсыз құласай, құлат деп өлі. Так, менде, екі братишка бар, Арсен және Али дейтін братишка. Ана братишкалар құламай атыр, мен нервіма деп қат тұрмаса мұналар. Ойла, мен ұрып атырмын мұнау, мә саған ендеше. Мә, бәсен енді екіншісі құлатпасақ, пук-пук мысық екеміз. Нағарындар менің мусям, менің крышам. Так, оны екен құлаттық. Енді братишкалардың крышасы елден екі тәтем. Не деймін бұларға? Сеніңізді қанша рет айтама? Тиіспейлер менің братишкаларыма. Не жалмауыз? Тәте кама, ұрыспаңыз вообще. Мама айтып берем мамаға. Ой, мамаға айтпаш болды, ұрыспайым ғой жаным, балапаным. Хи-хи-хи-хи, болды, осылайына міне қараңдар, крышалармен өйстіп сөйлесеміз. Вәна братишкалар менен таяқ жеп бесплатно. Біреуі жатыр, біреуі жылап жатыр. Мен мықтым ғой бұлардан, мама мен папаның арқасын. Мама мен папа қашан келеді? Бір қыдыртам деп еді мені, нерв қуат деп. Қашан няня келеді, олар няня келеді деп айтып еді. Сол нянямен де ше байнан пранк ұстап, әзіл ұстап, паприкол бірдеңе айтып, не істеместек ату пісіп кетті. Тәте, мен бояндырасыз бақ, алдында бояндырам деп едіңіздер. Тәтелерін бояндырам деп мен жұмсатып, біреу кеп тұр ғой че-то. Сәлеметсіздер ме? Нәнен керекпен сіздерге алдындағы үй осымеді қасиет ойбайғызға жатасы атырым. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба деп сөйлесеміз ба сізбен де? Саламатсыз ба? Нағарындар біздің кім мынау осы түрі деп қапты да. Няня дейді, төбесін достарынан няня бір түлі отыр. Давайте осыған пранкстар қайта қызық болады. Түрі вообще прикол болады шая. Қазірді прикольный болып тұрға. Так, тәте айтып жатыр, керек деп жатыр. Тәтелеріме де бұлай тиісіп, мұна няня крыша қылып алсам бекен. Братишка, не қарайсың? Алыма тұрмандар, бұррам қазір. Так, өйсіп қорқытамыз, братишкаларды, братишкаларын жұмсайым, бұлайны қорқытып. Бірақ екі тәте крыша болып, бір осы тәтелердің таяқ жеп қалатын бар да. Так, бұл біздің няня екен, нағаранда түрін андай етеуір. Қайда көрсету беріппін ғой. Так, няня айтып жатыр. Балалар, жүріңдер комнаталарына. Жарайды, апай, қазір барамыз дейміз. Өйстіп әндетіп жүреміз. Біздің апайса бір төліккен деп. Так, бізді тәр жерге тамаша қылып, не істетін? Братишкаларда келіп келмейтін кезде. Так, неға жата салайын? Жатпаймын мен. Тәтелердің косметика. Ойла, няня не істеп жүрген шылабырмен? Ужас, кеме жатып шылабырмен қойып жүрға. Так, сазет беріп қойын ба, не істейін? Менің пук-мук мысығымды қарандар. Бірдеңе таң қалды, бірдеңе ойланып қалды. Так, мен тасташ, былайнаны косметикаларымның қарайын тәтен не бар екені, осы қорабын бермей жасырып жүретіне тауып алдым уже. Қазір қарайым косметикаларын. Вау, косметика толып болып бояны болайын. Красавица, қарандар мен түрім. Няняның ауымай қалдым. Няня мама болып тұрға маған ше. Так, не дейді няня? Балалар, тамақ жейсіңдер ма? Тамақ жемесіңдер таяқ дейсіңдер. Хи-хи-хи. Мама қандай няняға заказ берген? Заказ деппін ғой. Қазға тапсырыс дейін деп жатырмын енді. Қандай няняға бізді сенім тасырған? Чотына няня бір түлі болып тұрды. Так, тасташ тамақ жеп алаш, таяқ жеудің орнына. Тамағы қандай екен, кстати, бұның. Түрін қарандар, екеуміздің түріміз оны байды. Деп қалған менгі де, деп қалған. Так, неға отырайын? Қыз, былай тұршы, мен отырайын. Жарайды, отыр шал. Братишка, қалайсың, братишка? Орын бермейсің ба? Тәтіне, орын берсейші. Осылайна орында ал балам. Так, тамақ дәмді екен, ням. Қаныма шықпты, рахмет, няня апай. Шашап кеттім-ау. Өмір-ай. Біздің няня кеме атып шашатқан есі. Мә саған, нағарандай. Нағарандай деп мұ, нағарандар краш қонас кейін. Бірақ сау болыңыз, бізге бұндай бала керек емес. Так, кім? Соня дейтін, кете бер. Қызым боп жатыр. Қой, біз
семья ойнаймыз біз. Ойбай, бауырларым артынан жүгіріп келді ғой чоты, Так, жүндер, кетіп кіріңдер, достарым. Достарым деп қой, кетік бауырларым. Балалар ұйықтаңдар на қара адама бері жерем. Ойбай, нәнеден қорқайын дедім мен. Жүнде достарым, ойбай, достарым дей бердім ғой. Бауырларым жүндер тез қаштық. Мана нәне деген келмей жатып, бір қара адамға бері жейін жатыр, комнатама кіреш тез. Жүрсен дешті, бауырларым қайға кетіп қалды. Жазбасам мыналар, чоты жоқ болып кетті ғой, Қайға, ойбай, нәне, ойбай, қасқа. Нәне не істеп жүр? Келмей жатып шлабырмен. Мама ғана шлабырмен ұрады. Ма, қарандар, менің тәтем чоққо, қарандар, 500 килограммдаған андай көтеріп жатыр. Ма, давай, тәте, молодец. Ура, тәте, молодец. Так, тәте кеттік жүр, ұйықтаймыз, кстати. Барлығы комнатаға бардым екен, қазір көріп келейік. Так, барлығы осы жақта екен, жар жерге тамаша қылып, біздің яқа бір қамай қоя берді. Осы қонақ келсе де сондайға бір комнатаға былайнан қуып жүреді, қайтса болды, жинаймыз жөндер дейді. Сондай кімде бар, кімнің басынан өтті, комментарийге жаз кетіндер. Так, короче, нармен жоспар құру керек. Короче, бауырларым, ана нәнеше мен нервыма тиді. Давайте қуып жүрек, бірге тату болып. Короче, қызық болады, пранкстап, қайта өзімізде көңіліміз көтеріледі. Менің бауырларым келісті. Енді күте тұрыңдар, мен байны звондайын. Так, күте тұрыңдар. Короче, мен құрбым бар да, андай зомбидің несін істеп алатын, мертведағы. Ойбай, нәне кеп қалды. Қой құрсын, ұйықтайық. Астына қарекет қалмасам да, нәне жоқ жерден пайда болып, нервқа тиіп, тәтелерім әйтеуір тұран аяқта таяқ жеп. Так, неяқта тығылып қалайын. Үстіңде уже Али братчикам жатып алыпты, Арсен братчика неяқта жатыр. Ойбай, айкош, нәне, мен езін ғой. Ойла, тәтем жылап жатыр, біресе құлап жатыр, не істеп жатыр. Білмеймін, осем түсініп, короче, ұйықтап жатыр. Мен тәтем былайна құлап, былайна жата алмай жатыр, әйтеуір білмеймін, не істеп жатқанын. Так, короче, нәне, тез кетпесен, нервыма дейді уже. Пранкстап, короче. Андай, мықты бір, мощный бір пранкстап керек. Біз неяқта барлығымыз астыңғы кроватқа жатып алыппыз ғой. Аниятта деген Али братчикам өзімен өзі жатыр, рахаттанып. Мә, байынан жат сен. Так, аниятта қысылып жатыр. Кім еді? Арсен братчикам, үстімде жатыр, короче. Ендігі ақшаларынды беріңдер, давайте соған былай құрбыма былай алдап сулап былайынан короче стай беріңдерші ақшаларынды. Ақшаларынды беріңдерші деп жазсам, неқта жазылмайды, сосын деньги дайте деп жазасың ғой, орыс не істеп. Так, давайте, братишкалар, тәтешкалар, давайте. Мяу-мяу. Давай, сен де бересің ба? Ақша берсеңдерші, енді қазір ана пландағыдай болмай қалды, давайте тез беріңдер. Таяқ жейсіңдер. Арсен братишкам, молодец, уже Арсен братишкам берді. Так, енді дайте деньги. Ойбай, тілім келмей алды, айтпай қойын, короче. Так, ақша берсіңдерші енді. Тәтем ұрлап келе жатырмын, нәненің ақшасын. Жарайды, бәрібір бере берші, нәненің ақшасы болса да. Әкел. Ой, берсіңдерші. Али братишка болсай сенде. Дико тәте болсаңызшы. Ойбай, не деп жатыр мысығым? Зомби деп жатыр. Мысығым қашаннан бері сөйлейтін болған менің? Негізі мяу-мяу дейтін еді. Так, короче, құрбыма звондайын. Құрбым, қалайсың, не ғой, зомби болып кеш бүгін. Нәнеға керек, короче, кезен планды айтам. Ойбай, нәне кеп қалды. Тез ұйықтай салайын. Оппа, братишка, мен жатайын деп жатыр едім ғой, бір. Жата берім аяқ жағында. Теппей жате. Қысқасы, ұлпи құрбым, нәнені қорқытып берші, сосын саған молозный берем. Давай, молозный. Түріңнің қарандаршы. Деп тұр ғой. Так, давай дед. Ал кеттік ал, бауырларым, қалай қорқытады екен, көрейік ал. Так, ал қарандар, уже ұлпи екеуміз екінші этажға бара жатыр енді. Біз жаңа комнатаны таппай қалдық, ол жағын қысқарып тастадым. Так, қарандар, комнатаға келіп, мен ән жерде тығылып тұрамын. Ал кеттік ал, ұлпан дайындал. Ойбай, крабылмен жүріппін ғой, футайнемен. Не қағашындар, нәне көріп қояды. Давайте, келіндер. Ал кеттік ал, нәне қорқуға дайындал. Мен сені жеймін. Ха-ха-ха, нәне сол керек.
Қараңдар, короче, ана няня қорқып жатыр. Зомби мынау. Қандай зомби? Ай, кеткіру бір жолым сенердімнің ғылмай. Ха-ха-ха, няняға сол керек. Қараңдар, няня қорқып жатыр. Стоп. Сендер неге қашпай тұрсыңдар? Болды, барлығын түсіндім. Зомби болды, қорқытпай-ақ қой. Қорқытпаймын уже. Блогер қыз тұр мына жерге. Не алдап мені? Бір қазір сендер жаза қолданбасам, бүгін сендер мына үйді жинайсыңдар өзде, полын жуып, вообще маған мынандай жуып бер деп айтпаңдар. Тамақ жемейсіңдер. Блин, кешіріңізші, апай. Апай деме маған. Кет құрылар, жинаңдар тез. Братишка, Муся, давай, полды жуыңдар тез. Мысық болсаңдар да, кішкентай братишкасы болсаңдар, зомби сенде жина бол. Нена үсті бачт. Короче, достар, жана апайға апай дедім. Короче, оған қарамай қойыңдар. Себебі біз, короче, андай түр жасап аламыз. Так, бағана үй жинаңдар дедің ғой, апай. Айта беретініз. Апай, ана сыртқа қарасаңшы, бір үй келіп тұр, атып жатыр. Так, короче, жинайық енді, наяқтың полын жуайық енді, өтірік. Бұлайын жуып жатқанда, тілік істеп қойғандай, сондай болайық. Так, келесі жоспар не құрсам екен? Білесіңдер ма, ана Ұрысқақ апай бармыз ба? Сода шашы түсіп қалатын бандай не септі ғой. Шампунына бірдеңе құйды ғой. Давайте сол шампунға бір дәрі қосып көрейік, шашы түсіп қалатын. Дәл сол Ұрысқақ апайдағыдай. Короче, достар, мен бауырларыма айттым, қазір магазиннен келем, дәріні алып келем тезірек деді. Короче, білдіріп қоймаңдар дедім. Не істеп жатыр екен? Уже үйге дейін жатыр ма? Магазинге келдім. Тез дәрімді алып шықпасам. Все, алып шықтым. Енді телепортпен үйге жетейін. Так, не істеп жатыр екен? Мені біліп қоймадым екен, кетіп қалғанымды. Блин. Так, дәрім қаяқта еді? Қалтама салып едім. Сырты жасыл еді. Қоңыр ғой, кстати, ол. Жасыл ол кезде андай ғой. Шашын жасылға ойып тастайтын. Короче, ойбай жеппін одан. Шашым түсіп қалмаса болды енді. Так, Блогер қылғайда. Тіші отыр ол. Няня апай. Ұялсаңдар, не айта салдыңдар ғой, Так, ничего, не нормально. Ойбай, не нормально деппін, нормально, короче. Сабаққа бармайсыңдар ма не дегеннес? Каникул ғой вообще-то. Апай, сізде қартайын депсіз. Так, короче, няня апай, сіз бара берсеңші демалып дегендей. Короче, мен мына дәріні құйып жатырмын. Так, бойым жетпей жатыр, что-то андай секремін. Вот болды. Так, тыныш, Муся, тыныш айтып қойма, Так, батюшкам, не обжырсың, батюшка. Еще батюшка, рысы жоқ. Так, қашындар тез, анау біліп қояды кім екенін жасаған. Тез, екінші этажға қашындар, тез. Так, мен енді бұл няняның үстіне бірден төгіп алуым керек. Ой, кешіріңізші, няня апай, төгіп жеріппін, үстіңіз, білініп қапты. Көзіне қарамайсың ба? Бір душқа түсіп келмесем тез, үстім, бір неме сағысып етем, коктейл үшін жүрсің ба? Ха-ха-ха, қараңдар, короче, душқа кетті. Ура! Балалар, қазір бұл ненеден навсегда құтыламыз. Ура! Не мынау, салют? Что-то дұрыс түсінбей жатырмын. Не болаттыр? Шашым. Қаз келеді. Ура! Няня кетіп қалды уже. Астыңғы этажға түспей жатып, еще былайынан ғой. Короче, достар, осымен біздің история аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Асимон және менің командам. Всем пока-пока.